Ал қайырлы түн, құрметті достар. Енді мысалға алдында біз Алматыда пресс-конференцияда, яғни бана Ли Хон Ли мырзамен өзімен тікелей сұрақ, жауап болды офиста. Сол кезде айтқаны бойынша мартқа дейін, 2026 мартына дейін, яғни бүткіл нелердің бәрін, Қырғызстанның бәрін қамтып боламыз деді. Яғни Қазақстан бойынша ертең складтар, содан кейін складтар ашылады. Біздің Қазақстан бойынша 4 қалада: Алматы, Астана, Шымкент және Ақтөбеде. Содан кейін осы күзде уже біздерде официально бағанағы лимон мол официально болады. Сол кезде барлық любой заказды сол теңгемен уже ала аласыздар. Сондықтан қазірдан бастап біз негізі ойладық, енді бір нелерде марттарда уже ашылып кете ма деп. Негіз біздерге ашылмай тұрғаны жақсы да, оған дейін акционер жауып алу керек. Просто ашылғаннан кейін адамдар уже талпамен келеді, талпамен. Сол кезде акционерлер өте көп шығады. Сондықтан пока акционерлер көп шықпай тұрып, бірінші акционер жауып алу керек. Үлгеру керек та соған. Потому что уақыт тығыз, конечно, әрі. Тездетіп, жауып үлгеріп алып, содан кейін рахаттанып, ертең уже барлық Қырғызстанда, барлық Қазақстанда уже маркетплейс смело жұмыс жасап атқан кезде жақсы дивидендтерді алып отырамыз. Ресейде қосылады, сосын Өзбекстанда қосылады. В общем, тездетіп орын алып үлгеріңіздер. Уже прорыв жасап атырық, жалпы. Өте керемет бизнес. Тек акционер, даже акционер болмайым деген өзінде де, даже оны структура құрмайым, команда құрмайым деген өзінде де, сіздерде 3 привилегия болады да. Яғни реферальный ссылка арқылы сіздер 3 уровеньнен ақша алатын боласыздар. Арзанға алып қымбат сата аласыздар. Тек қана партнерларда Байши корпорациясында 50% скидкамен, және де басқа да заводтардан 10-15% уже төмен аласыздар да. Заводтың өзінен. Сіз ойлап қараңыз, мысалы қаншама маркетплейстар бар, ол маркетплейстардың бәрі ортасында делдалдырып отырды, посредниктер. А мұнда сіздер прямой заводтан аласыздар да. Ол самый выгодный нәрсе. Және үшіншіден, мысалға үшіншіден, сіздер егер мысалға нететін болсаңыздар, маркетингтің өзімен де ақша табуға болады, если что.